құрметті оқырман қауым. Сырдария жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестігі біздер осы қазақтың жазушысы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу» романын талдауды жөн көрдік. Ал мен сіздерге осы романның шығу тарихынан қысқаша үзінді айтсам. Жалпы Сұлтан Махмұт Торайғыров осы «Қамар сұлу» романын 1914 жылы жазып шықты. Бұл роман жартылай проза, жартылай өлең түрінде жазылды. Жазушы бұл шығарманы Алтай елінде жүргенде, сол жердегі халықтың аузынан алған деседі. Идеясы Қамар мен Ахметтің махаббатының трагедиясынан ғана туындаған жоқ. Әріптесіміз Толғанай апайымыз айтып кеткендей, Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Қамар сұлу» романының әрине ең басты кейіпкері бұл біздің Қамар сұлуымыз. Біздің бейнесін, олардың қоғамдағы ролін және де романның негізгі идеясын ашып көрсетемін. Өзі Қамар туралы мынандай өлең жолдарымен жеткізген екен. Жіңішке сымға тартқан әні қандай, балауыз балбыраған тәні қандай, ақыл ой мінез көріп түгел келіп, толықсып толып тұрған сәні қандай. Жалғыз ұшса не болар, аңсаған арманы жоғалар. Қос жүрек қуалар табысқанға, апарар алыстағы, алыстағы. Салт-дәстүрдің кері ескі деградациясы, феодализмнің ой санасы сол қалыпта жүрушем шайқабай, ақ құсым сен екен мен аңсаған, жолықтым қалай саған, қалай саған. Алғаш сені көрген кезімде сезіндім кездестімде бақытыма, бөлендім де ғажап сезімге, баладым мен де сені жақұтыма, жолыққан бақыт қымбат уақыты.